Сәлеметсіңдер ме 7-ші сынып оқушылары? Бүгінгі сабаққа қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың сыртқы құрылысындағы ерекшеліктер. Бүгінгі сабақта омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың құрылысының ерекшеліктерін сипаттап берді. Балалар, өткен сабақта біз сендермен тірі организмдер жасушалы және жасушасыз болып бөлінеді деген болатынбыз. Бүгін біз сендермен жасушалы тірі организмдерге сипаттама беріп тоқталып өтеміз. Жасушалы организмдер жасушалар патшалығынан тұрады. Жануарлар патшалығы бір жасушалылар патшалық тармағы және көп жасушалылар патшалық тармағы болып екіге бөлінеді. Бір жасушалылар патшалық тармағына қарапайымдылар жатады. Қарапайымдылардың негізгі ерекшеліктері: денесі бір жасушадан тұрады, дербес тіршілік ететін тұтас ағза болып саналады, негізін бір, сирек жағдайда екі ядросы бар цитоплазма құрайды, арнайы қызмет атқаратын органоидтар, қозғалыс органоидтары, жиырылғыш вакуоль, ас қорыту вакуолі, жарық сезгіш көшелері, қылаулатқыштары болады. Жасушалылар патшалық тармағы омыртқасыздар, омыртқалылар болып бөлінеді. Омыртқасыздардың негізгі ерекшеліктері: олар бірінші сәулелі симметриялы, екі қабатты болады, эктодерма, энтодерма қабатынан тұрады. Оларға губка және ішек қуыстар жатады. Екінші ерекшелігі: екі жақты симметриялы, радиалды үш қабатты, яғни эктодерма, энтодерма, мезодерма қабаттарынан тұрады. Оларға жалпақ, жұмыр, буылтық құрттар, буынаяқтылар, ұлулар және тікен терілер жатады. Омыртқалыларға жататын жануарлардың негізгі ерекшеліктері: олар екі жақты симметриялы, өстік қанға желісі бар, 40 мыңға жуық түрі белгілі. Омыртқалыларды 5 класс құрайды: балықтар, қосмекенділер, жорғалаушылар, құстар және сүтқоректілер. Балықтар денесі қабыршақтармен қапталған, желбезек арқылы тыныс алатын, көбеюі тек суда жүзеге асады. Қазіргі таңда 22 мыңнан астам түрі белгілі. Зерттейтін ғылым саласы ихтиология. Қосмекенділер құрлықта тіршілік етуге бейімделген, даму цикліне байланысты суда дернәсілі, құрлықта бақа. 2500-ге түрі белгілі. Зерттейтін ғылым саласы патрохология. Жорғалаушылар алғашқы құрлық жануарлары болып саналады. Аяқтары тұлғасының екі жағында алшақ орналасқан. 6 мыңға жуық түрі бар. Зерттейтін ғылымы герпатология. Құстар денесі қауырсынмен қапталған, алдыңғы аяқтары қанатқа айналған, жылы қанды, 8 мыңнан астам түрі бар. Орнитология ғылым саласы зерттейді. Сүтқоректілер жоғары құрылымды омыртқалы жануарлар, балаларын тірідей туады, сүтпен асырайды. Жоғары дәрежелі жүйке жүйесі, жоғары деңгейлі зат алмасу процесі тән маммология ғылым саласы зерттейді. Балалар, алған білімдерімізді бекіту үшін мынадай тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма: қарапайым жануарлар несімен ерекшеленеді? Қарапайым жануарлар бір ғана жасушадан тұрады. Келесі: бір жасушалылардағы қозғалыс органоидтарын ата. Жарайсыңдар, талшықтары, кірпікшелері, жалған аяқтары болады екен. Келесі сұрақ: қандай жануарлар қос қабатты жануарларға жатады? Оларға тән симметрияны атаңдар. Ішек қуыстылар мен губкалар жатады, сәулелі симметриялы болып саналады. Келесі: құрттар, ұлулар жануарлардың қай тобына жатады?
омыртқасыздарға. Дұрыс айтасыңдар. Буын аяқтылардың қай тобы? Алуан түрлі. Дұрыс айтасыңдар. Жәндіктер. Омыртқаулардың омыртқасыздардан айырмашылығы қандай? Иә, омыртқа жотасының болуы, екі жақтаулы симметриялы, балаларын тірідей туады, сүтпен асырайды, жоғары дәрежелі жүйке жүйесі, жоғары деңгейлі зат алмасу. Жарайсыңдар. Келесі тапсырма. Қарапайымдылардың арнайы қызмет атқаратын органдардың аты. Кәне, ауызша жауап берсек. Дұрыс айтасыңдар. Яғни бірінші суретте жалған аяқтары, екінші суретте талшықтары, үшінші суретте жіпшелері, төртінші суретте кірпікшелері. Дұрыс. Жарайсыңдар. Келесі тапсырма. Қандай жануарлар омыртқасыздарға жатады? Алдарыңызда 6 сурет берілген. Осы суреттің ішінен омыртқасыздарды белгілейсіздер. Дұрыс-ақ, медуза, шаян, бүйе, ара бұлар омыртқасыздардың өкілдері болып саналады. Келесі тапсырма сәйкестендір. Сіздерге омыртқалы жануарлар класы берілген. Сипаттамасы бойынша осыларды бір-бірімен сәйкестендіру керек. Балықтар, бұлар желбезек арқылы тыныс алатындар. Қосмекендер дернәсілі суда, ересегі құрлықта тіршілік ететіндер. Жорғалаушылар жұмыртқа салады, аяқтары тұлғасының екі жағында. Құстар 8000 түрі бар, әуеде ұшып қозғалады, жылыққанды. Сүтқоректер балаларын тірідей туады, сүтпен асырайды. Жарайсыңдар.